Хай, топ-5 чемпионаттағы терезе жабылды. Жазғы трансферлерге қарағанда аса қатты мықты болмады. Бірақ обычно солай ғой. Дегенмен де ірі ауысымдар тіркел. Кім қайда ауысты? Қаншаға? Бұл сұрақтарға жауап береміз ендеше. Топ 10 трансфер. Кеттік. Бастайық, жүре бермей тентіректер. Pierre-Emerick Aubameyang. Slavek Polk geldi. Арсеналдан Барселонаға еркін агент статусында. Неужели Барселонадағы түнгі клубтар Лондондағыдан да мықтырақ? Ауба Барсаға ауысады деген өсек бұрыннан бар еді. Бірақ ол кезде Блаугранаста ақша болмады. Ал қазір су тегін келді. Арсеналдың ең табысты ойыншысы Барсада ойнау үшін ең жоғарғы жалақыдан бас тартты. Не надо, дядя. Кезінде Ауба Реалда ойнауды армандаймын деуші еді. Қазір реально Барсаға ауысты. Дели Али. Қайдан? Тоттенхемнен. Қайда? Эвертонға. Қаншаға? 12 миллион евро плюс бонустар. Охо. Ол менікі кінәлім емес. Күтпеген трансфер. Неге? Мауриньомен бастары піспеді. Ашық конфликт болды. Егер сол кезде кеткенде түсінері. Конте келді. Вроде бәрі нормально. Бірақ Али кетті. Сложно. Непонятно. Иристерде Али 2024-ке дейін ойнайды. Қаржылай шарттар бір түрлі негізі. 12 миллион евроны Эвертон Тоттенхемге, Дели Али өздері үшін 20 матч өткізгенде ғана төлейді. Ал жалпы трансфер суммасы 45 миллион евроға дейін өсуі мүмкін. Бара-бара. Филиппе Каутиньо Барселонадан Астон Виллаға сатып алыну мүмкін арендамен. Бірақ жалғыз өтінішім әдемі кетші. Барса тарихындағы ең қымбат трансферің Коут. Сен үшін 135 миллион евро. Әні, ауада ашып жүр. Это фиаско, братан. Ақыры Филиппе Блаугранастың ойын моделіне сәйкес келмеді. Чави да мұны бірден айтты. Сөйтіп Ливерпульдегі бұрынғы әріптесі Астон Вилла бастапкері Стиви Джерардтың қол астына аттанды. Жалақысы да мұнда төмендейді. Ал нәтижесі мұнда әзірге жаман емес. Араласпаймыз. Бұдан кейін көрінген бет тұрған жоқсың. Мен сен көрмеймін. Көрмесем көрме. Мен де көрінген тұрған жоқсың. Құжа! Эвертонға келген кезекті ойыншы Донни Ван де Бек Манчестер Юнайтедтен жалға келді. Жалда болдың ба не Ламборгини? Жалда болдың ба не Ламборгини? Аякстың экс-ойыншысын Эмюдің экс-бапкері Сульшер қатты қалады. Дегеніне жетті. 39 миллион евро жұмсалған еді. Бірақ Олд Траффордта еркін көсілу маңдайға жазбапты. Адаптация сәтсіз. Ойын практикасы аз себепті оны Эмю жалға аттандыруды шешті. Бірақ сатып алу құқығы қарастырылмады. Ван де Бекті командаға қосуы Эвертонның жаңа бапкері Лэмпардтың талабы. Десеңе шейп. Арн Рэмзи Глазго Рейнджерсте Ювентустан жалға алынды. Мотоциклді жалға алудамыз. Оны почти Юведе болмады десе де болады. Туринде скамейкеде отырғанша жылжин Шотландияға қарай деді бала. Осы маусымның соңына дейін енді арендада. Ұнап жатса Джерске оны сатып алу мүмкін. Ал Ювемен келісім шарты келесі жылдың жазында бітеді. Камераңды қайтайын, тап-таза болған. Ішің таза болмаса. Кристиан Эриксен АПЛ-ға қайта орал. Брэнфордқа еркін агент статусында. Мен оралам. Футболға оралды дейікші. Евро 2020-дағы драмаға толы оқиға. Финляндияға қарсы ойында Кристің жүрегі тоқтап қалғанда, ғажаптың күшімен дәрігерлер оны өмірге қайта оралтты. Кейін тағы ота жасалып, дефибриллятор орнатты. Ал бұл затпен Астериясында ойнауға болмайды. Сондықтан Интер онымен өткен жазда келісімшарт түзді. Бірақ АПЛ-да ойнауға болады мұнымен. Англиядағы ең даниялық клуб оны қатарға қосты. Дат бапкері Франк және 7 дат ойыншысы бар команда. Мен Дикий Данияр Дарабоз. Ферран Торрес Ситиден Барсаға трансфер құны 55 миллион евро плюс бонустар. Қазіргі Барса үшін қымбат сауда. Дегенмен Чавидің өзі қалады оны. Торрес әмбебап ойыншы. Жартылай қорғаныстың флангында, шабуылшының астында да ойнай береді. Барса үшін дәл керегі. Біз оны білеміз, түсінеміз. Бруно Гимарайш Лионнан Ньюкаслға 50 миллион евро плюс бонустар. Ньюкасл тарихындағы ең қымбат трансфер. Ұзаққа созылған келіссөздерден кейін француздар әлгі сумманы көріп дабро берді. 2020 жылы Лион Атлетико Паранаенсеге ол үшін 20 миллион евро берген еді. Қазір қандай пайда тапты? Ұтылмады. Ұтты. Мен өзім көчемпиям қасыма бақалөк саканай ташпай бәрін жинаған ғой. Қыздарға Луис Диас Ливерпульде Портудан 45 миллион евроға келді плюс бонустар. Зайбол. Порту Диастың өтемақысын 80 миллион евро қылған еді. Бірақ Ливер шамамен 2 есеге арзан алды. Бірақ бонустары 20 миллион евроға дейін шығып қалуы мүмкін. Сауданы үнемі қатыратын Порту бұл жолы неге сонша арзанға берді? Себебі қарыздар көп. Қаржылай мәселелеріне байланысты УЕФА оларға жаңа ойыншыны сатып алуға тыйым салды және айыппұл бекітті. Осы проблемалар себепті өздерінің лидерін сатуға мәжбүр. Ақша керек, ақша. Қысқы трансфердегі ең қымбат және ең топ ауысым Душан Влахович Ювентуста Фиорентинаға 70 миллион евро төледі плюс бонустар.
Келісімшарт 2026-ға дейін. Жаңа клубында сербиялық жылына 7 миллион еуро табыс табады. Юведегі нөмірі де 7. Енді Юведе отмазка жоқ. Айтпақшы, шартнаманы Влахович өзінің туған күнінде жасаған. Бұдан басқа қандай подарка керек туған күнге? Міне достар, ең үздік 10 қысқы трансферді атадық. Бұл баға жағынан емес. Көпшілік күтпеген тосын ауысымдар. Ал жазда кімдер ауысуы мүмкін? Қайда, қаншаға? Біліп жатсаң, жаз жіберші. Давайте, келесі кездескенше. Сау! 93 пен 94, 95-те өскендер, 96 жетімді бастарынан кешкендер, 98 9-да тұсауларын кескендер, сол бір шақтар қайда? Кел бері, қолыңды созмаған еңбектен тербеле, билесін өзгелер бұл битпен сөз берем, ақталат маңдай тетерлеткен еңбектеп. Кел бері, қолыңды созмаған еңбектен тербеле, билесін өзгелер бұл битпен сөз берем.